Үлкен той залы. Қонақтар да, той иелері де көңілді. Ақ көйлектегі сұлу мен қара смокингтегі сұлтан бір-біріне жаутаңдап мейірлене қарайды. Мұндай той сұлудың түсіне де кірмегенді. Өйткені біраз бұрын ғана оның өмірі күл-талқан болып, мына кең дүниеден баз кешіп кеткенді. Сонысын есіне алып, екеуі еріксіз күліп отыр. Сұлу мен сұлтан ару қалада танысқан. Ортақ достарының бас қосуына жиналғанда сұлтанның қызға көңілі бірден ауып, әйтеуір түрлі себеппен сұлуды сөйлете берген. Оңдағысы сұлудың дауысын естіп отыру ғана. Өйткені сұлудың дауысы нәзік әрі жағымды еді. Сөзді саптағанда жетіген тартқандай сызылтып сөйлейтін. Ал сұлтан өзіне сенімді, ортада абыройы асқақ, текті жердің ұлы. Сондықтан көптің көзінше ақ кештен қайтып бара жатқан бойжеткенге «Сұлу, біз сізбен әлі көп сырласамыз» деп айқайлады. Естігендер күлді. «Сұлу, бос сөз ғой» деп қоштасып шығып кетті. Әрине, өмірінде бірінші көрген адам өзіне сондай сенімді сөйлеп, сен үшін де шешім қабылдап тұрса, қабылдай алмайсың ғой. Айтылды, сол жерде қалды дағы деп ойлайтын. Өйткені арада бірнеше ай өтіп кетті, бір-бірін іздеген емес, таныстардан сұрастырып байланыс орнатуға тырысқан емес. Адамның аузына сөзді Құдай босқа салмайтын сияқты. Арада бір шама уақыт өтті. Ойламаған жерден сұлу дәл соның қол астындағы мекемеге жұмысқа барды. Бірін-бірі көрген оларға алғашқы таныстықтары есіне түсіп, күлді де қойды. Бір жерде жұмыс істегеннен кейін күн сайын кездеседі, бір жерде отырады. Күн өткен сайын олардың мақсаттары мен мүдделері бір арнаға толысып бара жатты. Көп ұзамай сұлудың қызметі жоғарылады, сұлтанның да мансабы өсті. Бір-бірі үшін шын қуанып, балаша құшақтасып, алдағы арман мақсаттарын бірге талқылай бастады. Оларды көрген жұрт жұп деп жарастырып, сырттарынан түрлі әңгіме де айтып жататын еді. Десе дегендей ақ, сұлудың құлағы тек сұлтан айтқан әңгімелерді ғана еститін болып алған сияқты. Ұйықтаса да, жүрсе де, тұрса да оның құлағында соның тәтті сөздері, сезімдері ойнап тұратын болып кетті. Жұмыста қолдары қалт етсе иық тірестіре кетіп, бір-біріне еркелей жөнелетін, бірге кофе дайындап, тәттіні де бөліп жейтін. Олар бір-біріне соншалықты жақын болып кеткенін әсте өздері де сезбеді. Жанарларына қараса жанын ұғатын, түріне қарап күйін сезетін, тіпті қайда жүріп, не ойлап отыратындарын да сезетін. Осылай ғана олар бір адамға айналып бара жатқандарын байқамады. Бірде кабинетте отырған сұлу, сұлтанның телефонына өзге нөмірден «Жүрегім, сені тастамаймын, жап-жарығым» деген хабарлама келгенін байқап қалды. Өз көзіне өзі сенбейді. Қалайша, кеше ғана өзгеден қызғанып, бұған махаббат жырын жолдаған жігіттің телефонында өзге қыздың есімі мен сезімі тұр. Орнынан тұрды да жұмыстан шығуға өтініш жазды. Сосын артына қарамай кетіп барады. Жұмыстан шыққан бойда тек көзінен шыққан жасты еріне түсе бере сүртіп тастап жүріп келеді. Үйіне әрең жетті. Ешкіммен сөйлесуге де қауқары жетпеген ол киімдерін жинап, рейсі ең жақын ұшаққа билет сатып алды. Қайда барады, неге барады өзі де білмейді. Әйтеуір бұл қаладан алыстаса болғандай. Сұлтан ол күні сұлуды іздемеді. Ертеңіне жұмысқа келгенде көзіне түспеген соң телефонына қоңырау шалды. Ешқашан ескертусіз жоғалмайтын жарығының телефоны сөндірулі. Енді шын уайымға түсе бастады. Сол кезде кадр бөліміндегі қыз сұлудың жұмыстан шығу туралы өтінішін алдына тастады. Телефонында сұлудың нөмірі теріліп тұр, бірақ қоңырау бармайды. Сол сәтте сұлудан: «Мен сенің ол қызбен қарым-қатынасың бар екенін білдім. Кешірші, қызғанышымды баса алмадым. Сенің таңдауыңды құрметтеймін. Бірақ оны сүймейтініңді де білемін. Саған ғаламат махаббат тілеймін. Ал мен сені енді мазаламаймын» деген хабарлама келді. Оны оқыған сұлтанда ес қалмады. Ашуы мен өкініші қатар келіп терісіне сыймай тұрғандай. Бірақ бәрі кешеді. Өйткені сұлу енді басқа қалады. Енді оның нөмірі мұның қоңырауын қабылдамайды. Үздіксіз соғылған қоңырау мен ақталған хаттардың ешбірі сұлудың көңілін бұра алмады.
тек телефонға қарап жылап отыра беретін. Ал сұлтан жұмысын бәрін жинастырып, тек соны ойлап іше беретін. Осылай екі жақта екеуі 2 айды өткізді. Бір-бірінсіз бір күнді өткізе алмайтын екеу 2 ай бойы тілдеспеді, кездеспеді. Сұлу енді ес жиып қалаға қайтқан. Бірақ бұл уақытта ақталу сөздері біткен сұлтан қыздың жақсы көргені өтірік, шын сүйсе бұлай кетпес еді деген ренішпен орталарына қамал орнатып тастаған болатын. Бірде екеуі кездесіп қалды. Кішкентай қалада олардың бірін-бірі көрмеуі де мүмкін емес еді. Сұлтан сұлудың жанарына қарай алмай, кездесуден тезірек кетіп қалған. Бірақ оның сезімі өзіне ерік бермей, әйтеуір бір сылтаумен сұлуға күнде хабарлама жазатын болды. Сезімін тұншықтырса да, қыздың сөзін тыңдағысы келетін. Сұлудың да ренжулі жүрегі әр хабарламаға ерекше дүрсілдеп кеткенімен, бұрынғы оқиға есіне түсіп тартыншақтап отыратын. Бірақ мұндай қызық қарым-қатынасқа екеуі де шыдай алмады. Арада көп уақыт өтпей, сұлтан қызды кездесуге шақырды. Екеуі тамақтанып, бір-біріне қызықтарды айтып, көңілді отырған. Енді тұруға беттеген кезде сұлтан сұлуға: "1 айдан кейін үйленеміз, дайындал, басқа сөз айтпа" деді. Сұлу да оның сол сөзін ғана күтіп жүргендей, үнсіз құшағына кіріп кеткен.